Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін біз сіздермен крабовый салат күрішпен жасайтын боламыз. Бұл менің ең жақсы көретін салатым, өте тойымды және де дәмді салат. Алдымен біз күрішіміз бен жұмыртқамызды пісіріп аламыз. Күрішті қалай идеально пісіру керек туралы төменде описанияда ссылка қалдырып кетемін, сонда кіріп қарай қойсаңыздар болады. Ол тактикамен күрішті пісірсеңіздер ешқандай жерге жабыспайды және де жабыспай әдемі болып піседі. Осылай екеуін пісіріп жатқан кезде салаттың басқа ингредиенттерін тураймыз. Яғни бірінші крабтан тұрады. Мен бір пачка краб қолдандым. Осылай барлығын ашып аласыздар алдымен сыртынан. Және де кубик қылып турап аламыз. Бұл салаттың маған ұнайтыны өте тез және де объемный болып шығады. И өте тойымды салат. Осылай барлық крабымызды турап болғаннан кейін үстіне жүгеріні саламыз. Жүгерінің суын төгіп тастайсыздар банкасынан. Одан соң қиярымызды осылай соңғы жақтарын кесіп алып теркадан өткіземіз. Кейбір кісілер бұны тоже кубиктап турайды, төрт бұрыштап. Бірақ маған осылай теркадан өткізген ұнайды. Өте жылдам болады және түрі де әдемі болып тұрады салаттың ішіне. Осындай біздің күрішіміз піскеннен кейін бұны аламыз. Мені көріп тұрсыздар, осындай әдемі болып піседі. Астына мүлдем жабыспайды, асты күймейді сосын. Бұны қалай пісіру керектігі туралы мен ссылка қалдырып кетемін астында. Осылай күрішімізді саламыз салатымызға, одан соң укропты тураймыз. Укропты майдалап турайсыздар. Майдалап турап, тоже салатымызға қосамыз. Одан соң қайнаған жұмыртқамызды тураймыз. Мұнда жұмыртқаңыз жартылай шикі болып қалмауы қажет. Себебі күрішіңізбен жабысып, салатыңыз каша ұқсап қалады. Егер жұмыртқаңыздың орта сарысы дұрыс піспесе. Осылай жұмыртқаны да кубиктап тураймыз. Солай салатқа саламыз. Барлық қоспаларымызды турап салып болғаннан соң тұзымызды салып, оның үстіне майонезімізді қосамыз. Осылай барлық қоспаны қосып салып болғаннан кейін ең соңғы штрих жай ғана араластырасыз. Сонымен сіздің салатыңыз дайын. Бұл салаттың түсі де әдемі, жеуге де приятны және де өте тойымды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.